Сәлем, достар. Бұл видеода біз күйзелісті қалай жеңуге болатыны жайлы пайдалы кеңестермен бөлісеміз. Біріншіден, терең тыныс алыңыз. Арқаны тік ұстап 4 секунд дем алып, 4 секунд ұстап тұрып, 4 секундта баяу шығарыңыз. Бұл жаттығу миды тыныштандырады. Екіншіден, ұйқыны қалпына келтіріңіз. 7-8 сағат ұйқы күйзеліспен күресуге көмектеседі. Үшіншіден, физикалық белсенділік. Күн сайынғы 20 минуттық серуен, йога немесе жаттығу бақыт гормонын бөліп көңіл күйді көтереді. Төртіншіден, дұрыс тамақтаныңыз. Жаңғақ, балық, көкөністер мен қара шоколад жүйке жүйесіне пайдалы. Бесіншіден, эмоциямен бөлісіңіз. Жақындарыңызбен сөйлесіңіз, немесе қажет болса, психолог көмегіне жүгініңіз. Және соңында өзіңізді тыңдаңыз. Сізге не керек екенін өзіңіз ғана жақсы білесіз. Денсаулығыңызды сақтаңыз және бақытты болуға лайық екеніңізді ұмытпаңыз. Ақпаратым ұнаса, лайк басып пікір қалдырып тіркелуді ұмытпаңыз.